Біз алдында истиала және истифала әріптерін өткенбіз. Екінші сабақ уже Құранда көп кездесетін ережелерге байланысты. Ол сукунды нун және ән, ин, ун деген біздегі осыған байланысты. Яғни бұлар 28 әріпке жолыққан кездегі ережелер. Жалпы сукунды нун және де тәнуин бізде 28 әріпке жолыққан кезде 4 ереже шығады. 4 ереже. Яғни сукунды нун өзінен кейін сол 28 әріп кездесетін болса 4 түрлі болады. Соның біріншісі бізде изхар. Жалпы тәжвидте егерде оған бір атау берілсе, ол жайдан жай емес. Демек, ол атаудың оған бір беретін мағынасы бар. Изхар деген сөз бізде анық оқу. Яғни анық, өзгертпестен ашық, анық оқу. Яғни сукунды нун өзінен кейін мына 6 әріпке кездесетін болса, сукунды нун өзі қалай тұр, тура солай анық оқылады. Өзгерместен, оңай. Сукунды нун 6 әріпке жоқса, қалай тұр, солай анық оқылады. Біріншісі хамза. Ха әріпі. Айн. Ха әріпі. Одан кейін ғойн. Одан кейін хо. Енді бұлар Құранда қалай кездеседі? Мысалы, хамзаға мин әя. Сукунды нун өзінен кейін қандай? Хамза тұр. Егер сукунды нун немесе тәнуин өзінен кейін хамзаға жолығатын болса, мин, анық шығады. Мин әя. Немесе ха әріпі. Саламун хия. Міне жерде бізде тәнуин, деген. Енді ол мынандай болып келеді, кейбір құрандарда бұлай болып келуі мүмкін. Жалпы көбінесе қазір бізде бұлайынан келеді. Енді осыдан кейін, тәнуиннен кейін қандай тұр бізде? Ха әріпі тұр. Демек, саламун анық шығарасыз тәнуинді. Хия, саламун хия. Немесе айн. Мына жерде бізде мынау нун бір сөздің аяғы, ал хамза екінші сөздің басы. Мына жерде тәнуин бізде саламун деген сөздің соңғы харекеті, ал ха әріпі келесі сөздің басы. Енді бір сөзде кездесуі мүмкін. Мысалы, Фатихада оқитын ән-амта. Сукунды нун өзінен кейін бір сөзде қандай әріппен тұр? Айн әріпімен. Демек, ән-амта анық шығарасыз нунды. Кейінгі ха әріпі. Ха әріпі мысалы ғофурун, халим. Тәнуин даммалы. Өзінен кейін не? Ха әріпіне жоқты. Мүмкін бұл жерде мынандай фатхалы тәнуин болуы мүмкін, немесе кәсірәлі тәнуин болуы мүмкін. Парқы жоқ. Ең бастысы не? Өзінен кейін мынау 6 әріптің біріне жолығу керек. Мына жерде бізде тәнуин не? Ха әріпіне жоқты. Демек, ғофурун, халим. Одан кейін бізде ғойн әріпі. Ғойн әріпі, мысалы, мин, сукунды нун, сіздер құрандарыңызда кей кезде нун былай кездесуі мүмкін. Немесе мынандай сукунның түрімен. Немесе мүлдем сіздерге оңай болу үшін кейбір мұсхафтарда изхарларды осылай нунға ештеңе қоймастан, одан кейін изхар әріпі тұрады. Яғни нунның өзі ғана тұруы мүмкін. Сондықтан сукун не мына домалақ, немесе мынандай жаңа түрі бар айттым. Осындай болуы мүмкін. Ең бастысы сукунды нуннан кейін ғойн әріпі. 6 әріптің біреуі келетін болса, мысалы мында ғойн келген. Мин ғоммин. Нунды анық оқисыз. Соңғы әріп бізде хо. Құрайш сүресінде келеді. Мин хауфин. Мин. Мына нун анық шығады. Яғни өзінің қандай әріп солай дыбысталады. Бұл бізде изхар ережесі. Изхар ережесі оңай. Бұлардың барлығы халқ, тамақтан шығатын әріптер. Сондықтан да бұны жаңағыдай бізде ертең өзгерместен, яғни нун басқандай жағдайға түспеуіне себеп те осы. Бұлардың халқ әріптерінің болуынан. Мынау бізде хамза. Сосын яғни тамақтың ең түп жағынан. Одан кейін айн мен ха, тамақтың ортасын деген сияқты. Сосын тамақтың сәл жоғарғы жағы. Аралай өтпес. Осы тамақтың ортасы одан көтерілес.
ау, сосын ау деген сияқты. Изхар осы 6. 28 әріптен не 6 әріп кетті, бізде 22 әріп қалды. Бізде келесі сабақ оңай. Жалғасын аласаңыздар. Иқлап, екінші ереже иқлап. Яғни сукунды нун б әріпіне жолығады. Бірақ әріп бұда. Сол кезде не? Сукунды нун м. Не істеді? Ауысты. Бізде иқлап мағынасы ауыстыру деген мағына. Демек, не бұл ереже сукунды нунды б әріпіне жолығатын болса, мим әріпіне ауыстыру. Сукунды нунды мим қылып оқу. Мысалы, Хумаза сүресінде келеді, лә юн. Мына жерде лә юн м әріпі, одан кейін б. Бір сөзде кездескен. Өзінен кейін б әріпіне жолықты. Сол кезде не? Сіздердің құрандарыңызда мынандай нұның үстіне м қойып қояды. Бұл мына нұнды мына б-ға жолыққандығы себепті мимге ауыстырып оқы деген сізге бір жөн сілтеу. Сондықтан лә юн бәзәнна емес, лә юн бәзәнна. Иқлапта яғни ерінге тиеді. Сондықтан бұл жерде қатты арасы ашылып қалмасын. Немесе қатты лә юм деп қыспаңыз. Лә юм жеңіл. Лә юм бәзәнна. Немесе тәнуин ән, немесе ун, ин түрінде. Мына жерде бізде ун түрінде кездескен. Сәмиун, басир, уннет. Бірақ не? Өзінен кейін тәнуин б-ға жолыққандығы себепті сәмиун деп мимге ауысып кетті. Демек, сәмиун, басир. Немесе екі сөзде мин бади. Бірақ сукун нун өзінен б әріпіне жолыққандықтан қалай болады? Мин бади. Мин бади болады. Жалпы екі ереже, осы екі ереже, осымен иншалла қалған екеуін өтетін боламыз. Бізде бағана 22 әріп болған, енді не? Біреуін алып тастаймыз.